Кішкентай сиқыршы және жарқыраған гүлдер ертегісі. Айналасы қалың орман, биік таулармен қоршалған шалғай елде Атіля атты шағын ауыл болыпты. Бұл ауылда кішкентай Лука атты сиқыршы өмір сүріпті. Оның бойы кішкентай, піскен алмадан аспайтын. Күміс жұлдызшалары бар, ұзын көк шапаны, кішкентай сыңғырлаған қалпағы болыпты. Луканың таңғажайып сыйы болыпты. Ол түндерді жарқырататын және оларға қарағандардың барлығына қуаныш сыйлайтын жарқыраған гүлдерді қалай өсіруін біледі екен. Әр түнде күн көк жиектен төмен түсіп, аспанда жұлдыздар жымыңдай бастағанда Лука үйіне шығып кетеді екен. Оның үйі ауылдың шетінде сиқырлы бақпен қоршалған ғажайып үй болыпты. Кемпір қосақтың жарқыраған әр түсі барлық жерге түсіп жарық беріп тұратын. Әрбір гүлдің өзіндік сиқыры мен тарихы ерекшелігі болыпты. Оны тек Лука ғана жеткізе алады екен. Луканың таңғажайып бағын тамашалауға, сиқырлы әсерін сезінуге ауылдың түкпір-түкпірінен алыс жақын елдерден адамдар жиналатын болыпты. Лука күннің гүлдерін күтумен жасаудан бастайды. Лука гүлдерін бақшаның ортасында орналасқан сиқырлы құдықтан су толтырып, күміс суғарғышпен суғарады екен. Лука әр гүлді мейірімділікпен баптайтын болыпты. Олар оған ризашылығының белгісі ретінде жапырақтарын шайқап жауап береді екен. Бір күні ауылға Аня мен Петя деген балалары бар отбасы ауылға көшіп келеді. Олар өте қатты қайғылы мұңды болыпты. Олар өйткені өздерінің мысығы Мурзиктен айырылып қалыпты. Жүректері мұңға толы болады. Ауыл тұрғындары Лукаға барып балаларының қиыншылықтарын айтады. Лука балаларға көмектесуге шешім қабылдайды. Түнде ай аспанға көтеріліп, жұлдыздар жымыңдай бастағанда Лука өз бақшасына барып, ол екі ерекше гүлді таңдайды. Біреуі ашық көк жазғы аспан тәрізді, біреуі қызғыш атқан таң секілді. Бұл гүлдерде қуаныш пен үміт сыйлайтын ерекше сиқыр болатын. Лука Аня мен Петя тұратын үйге жақындап терезелерін қағады. Балалар терезеге барып, қолында екі жарқыраған гүлі бар сиқыршыны көріп, таң қалады. «Сәлем балалар», дейді Лука жымиып. «Мен сендердің қиындықтарыңды естідім. Мен сендерге көмектескім келеді. Бұл гүлдер қарапайым гүлдер емес. Олар сендерге қиын уақытта жарық пен үміт әкеледі», дейді. Аня мен Петя Луканың қолынан гүлдерді алады. Дәл осы сәтте гүлдер бұрынғыдан да жарқырап, бөлменің іші жұмсақ әрі жылы нұрмен нұрлана бастайды. «Рахмет, сиқырлы мырза», деп балалар қатты қуанады. «Бұл гүлдер ерекше», деп жалғастыра бастайды Лука. «Сен мұңайған кезде гүлдерге қарасаң, олар өмірде үмітке әрқашан орын бар екенін еске салады», дейді. «Естеріңде болсын, жарық әрқашан қараңғылықты жеңеді», дейді. Содан бері Аня мен Петя өздерінің сиқырлы гүлдеріне әр түн сайын қарай бастайды. Олардың жүректері жылу мен қуанышқа толып, мұңдары бірте-бірте сыйыла бастайды. Олар достарына тамаша бақ пен қараңғылыққа жарық түсіретін кішкентай сиқыршы туралы айтып, күлімдеп ойнай бастайды. Алайда Луканың әңгімесі бұмен бітпейді. Кішкентай сиқыршының бағы күн сайын өсіп әдемілене береді. Лука үнемі жұмыс істеп, жарқыраған гүлдер отырғызады. Ауыл тұрғындарына өмірден үміт пен қуаныш табуға көмектеседі. Сондай күндердің бірінде ауылға тағы да Мария деген әйел көшіп келеді.
жесір қалған, жалғыз қалған ұлынан соғыстан айрылған екен. Оның жүрегі жаралы, өмірдің мәнін көрмеді. Оның қайғысын естіген Лука оған да көмектесуге бел болады. Түнде ол бақшасына барып, Марияға ең әдемі гүлді таңдайды. Қайта туып, жаңа бастаманы бейнелейтін алтын лотос гүлін Лука Марияның үйіне апарып береді. Қайырлы кеш, Мария, дейді Лука есікті қағып. Мен сенің қайғыңды естідім. Мен саған осы гүлді бергім келеді. Бұл саған жайлылық пен үміт әкеледі, дейді. Мария гүлді алады. Гүл жұмсақ, алтын сәулесімен жарқырай бастайды. Марияның көзінен қуаныштың жасы ағады. Рахмет, Лука, дейді Мария құшақтап. Бұл гүл балам қасында жоқ болса да, әрқашан қасында болатын еске алады. Луканың игі істері туралы әңгімелер ауылдың сыртына да тарай бастайды. Сиқырлы бақты өз көздерімен көріп, қиын қыстау сәттерде жұбаныш табу үшін еліміздің әр түкпірінен адамдар келе бастайды. Луканың ерекше бағындағы әр гүлдің ерекше сиқыры болады. Бұл адамдарға ең жақсыға сенуге көмектеседі. Тағы да ауылға Иван мен Ольга есімді жас жұбайлар келеді. Олар өрттің салдарынан баспаналарынан айырылып, өмірлерін нөлден бастауға мәжбүр болады. Олардың жаңа үй салуға шамалары да, ақшалары да болмайды. Олар шарасыздықты сезініп, ерлі-зайыптылардың қиындығын естіген Лука оларға да көмектесуге шешім қабылдайды. Ол күшті екі жарқын гүлді таңдайды. Күш пен қуанышты бейнелейтін қызыл көкнар мен сары ромашканы таңдайды. Осы гүлдермен Иван мен Ольгаға барады. Сәлеметсіңдер ме, Иван мен Ольга, дейді ол. Мен сендердің қайғыларың туралы естідім, және көмектескім келеді, дейді. Бұл гүлдер сендерге күш пен қуаныш әкеледі, және қиындықтарыңды жеңуге, жаңа өмір бастауларына көмектеседі, дейді. Иван мен Ольга ризашылықтарын білдіріп гүлдерді алады. Олардың жүректері жаңа үмітке толы, жаңа үй салуға кіріседі. Гүлдер әр түнде жарқырап, ерлі-зайыптыларға күш-қуат береді. Сондықтан Лука жарқыраған гүлдер отырғызып, жарық пен үмітке мұқтаждардың барлығыма көмектесуін жалғастырады. Оның бағы ізгілік пен жарқын болашаққа деген сенімнің символына айналады.